Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Тәлімгер бейімдеу мектебі сіздерге өз қызметін ұсынады. Сіз тәлім алушыға бекітілген тәжірибелі тәлімгерсіз. Жұмысыңызды неден бастайсыз? Қалай бастайсыз? Алғашқы кездесуіңізді қалай өткізесіз? Бірінші кездесу. Бұл сәт бірнеше мақсатты қамтуы тиіс. Тәлім алушының міндетін түсіндіру. Тәлім алушының өзіндік даму үшін кәсіби даму мақсатын таңдауға көмектесу. Тәлім алушымен алдағы уақытта тиімді жұмыс жасау үшін оның қажеттіліктерін анықтауға бағытталған сауалнаманы әзірлеу. Сауалнама нәтижесін шығару. Бірінші қадам бұл тәлім алушы жас маманның міндетін түсіндіру. Ол тәлімгермен тығыз байланыста жұмыс жасау. Қысқа мерзімді жоспарды бірлесіп әзірлеу. Үздіксіз дамып отыру. Қажеттіліктеріне орай кәсіби даму маршрутын әзірлеу. Оқу бағдарламасы, критериалды бағалау бойынша біліктілігін арттырып, білімін жетілдіру. Қазіргі таңдағы инновациялық мүмкіндіктерді үйрену арқылы әдістемелік шеберханасын байытып, педагогикалық шеберлігін арттыру. Тәлімгердің сабақтарына қатысып, өзінің тәжірибесін жетілдіру. Екінші қадам тәлім алушыға кәсіби даму мақсатын таңдауға көмектесу. Бұл қалай жүреді? Ол үшін Google-ға кәсіби даму конструкторы деп тересіз. Онлайн конструктор деген нұсқаны басып, пәнін таңдайсыз. Сонан кейін педагогикалық шеберлігін де белгілейсіз. Сонан соң тәлім алушының тәжірибесінде оны қызықтыратын мәселені немесе қиындық тудырып жүрген мәселені таңдауға көмектесесіз. Және де мәселені шешуге бағытталған әдістемелік құралды да таңдауға септігіңізді тигізесіз. Осылайша кәсіби даму мақсаты айқындалады. Кездесудегі үшінші қадам тәлім алушыға арналған сауалнамамен байланысты. Сіз тәлімгер ретінде тәлім алушының барлық қажеттіліктерін анықтауға арналған сұрақтарды қамтуыңыз керек. Мәселен, сіз тәлім алушымен қандай жұмыстарды бірігіп жасағыңыз келеді? Сізді оқу бағдарламасы, критериалды бағалау бойынша қандай сұрақтар мазалайды? Сіз сабақ барысында түрлендіру үшін қай әдістер топтамасы бойынша әдістемелік шеберханаңызды байытқыңыз келеді? Сіз қандай тақырыптар бойынша кәсіби тұрғыдан өскіңіз келеді? Оқушыларды бағалау, кәсіби даму мақсаты аясында КМЖ құру, оқушыларға тиімді кері байланыс беру, дарынды балаларды анықтау, критериалды бағалау, дифференциация. Тәлімгеріңізге қандай ұсынысыңыз бар? Осы сұрақтарға байланысты тәлім алушының жауаптарын негізге ала отырып, жұмыс жоспарын әзірлейсіз.